Мен қай жерде үзіліп кеткенін де білмеймін. Сөйлеп барған ем, анда радио ойнайқан матурғына татар жері. Мен шуны тыңлатам сізге деп тұрған ем, янынан. Қазақ айта қасында де, қасында, шол қаршында. Енді музыкасы естілмей башлады. Мен айттым, міне мен үйленгеш түннәрді қысқарып кетті деп шол тігім татар мақалы бар бет. Шун кебек. Енді шол сөйлеп барған ем, қай жерде үзілгенін білмеймін енді. Міне ғафу етіңіз, мен бір жерден бәлки көрмеймін мен мұнда. Экран тігі батареясы отырмасын деп мен аны әзгін айтып қойдым тек. Шуна көре көрмеймін бұл тоқтағанны қайсы уақытта. Көп мө бара, шуна ғафу етіңіз. Анда мен сөйлеп кеттім. Ілік біздің дин әхірлері революция қадар мәселен соңдан революциян соң әлі Ленин бек қаршы болмаған динге. Сталин қаршы болған. Сталин шырында ширкәуләріне бітіріп біздің ауылда мәселен 29-30 жылында мәшітінің манарасын енді ширкәуіні біздің бабай, Исрафил бабай мәрхум шул аларының үстәгі тігі колокольны шуын жоқ еткен әти мәрхум сөйледі. Мәселен мәшітіні бір Фрол деген бір бабай урыс біздің татар яғынан шул ішлеген, аны де қартайғанда де ол ширләп ятты де караватынан тұра алмайшы де шулай де. Бәлки Құдай лағнаты болғандыр анырақ Аллах тағаланың кім біле. Шу айтасы келе. Шунан соң енді Сталин шырында тұтындылар заводларда тәрбие кетті ішіртірге халқыны. Шул айтасы келе. Кімдір ышанмас. Мен аны білен тігі пари, риза пари ясарға. Пари мәселен 10 мың, 20 мың, 50 мың болса 1 мың, 2 мың доллар мәселен. Алай, кімдір ризалашмаса. Мен аны оқыдым, көрдім мен аны нелерін. Шул ішіртіп тырышқан хүкімет ислам динінен баш тартсын, бейсін деп халық. Кім, міне революция қадар моллалар, дин әхіллері нәрсе нендей рухта тәрбиелеген, алар гіл керісінше тырышқанлар. Білесіздер енді, қатта әне мәселен біздің анда не? Әлік никахқа нешек қараған, әлік революция қадар никахқа нешек қарағанлар. Анда жәмғият мә, мәселен хүкімет, революциядан соң тігі жінси яқылнық иту бір стакан су ішу кібік. Шундай ғадигіне бұларға тиіш деп. Ол калантай мы, кімлер мі пропаганда алып барғанлар. Әлі ол уақытта мен журналларын оқып қарасам, анда да шул пропаганда көзге ташлана. Енді міне дистелер ел бойынша арақы, еркінлеп сатып арақыны, мәселен, тілесе нәрсе, кіші тілесе алып іше, ашарына yok. Енді аны дистелер ел соңырақ аңладылар енді. Идәрә, исірік кіші білән идәрә иту жеңілірек хүкіметке деп, шулай деп яздылар журналистлар. Біраз аларға ерік берген шақта. Хүкіметке жеңіл идәрә итірге деп. Ғайләді де мәселен ол, әти мәрхум айтадыр, балам, абайла, қатын қызларға хүкімет ерік берді. Алар білән әріптәш тұрма. Қазір совет власты аларға ерік берді деп. Шулай гіл нетіп тұрадыр, әти үгіт насихат беріп менім ініме. Ол, ілік ол іші бала, ішілеп арып қайтады, нешіктір қырып жүйіп мә, ұшын аламын, нешек мә, анда білмейм ғайлада, қайсы ғайлада нешек білмейм аны қызғаншыққа қыршы. Мен 100% бүтін ғайланы айта алмейм. Мен тек ауылда балашақта көзәтіп тұрдым енді, нешек ғайлаларда мүнәсәбәтләр, нешек анда соғыш, тағы нәрсе ауылда енді алай бек. Нетмелер шәһәрдә болса, шулық мәхкам якибі. Судқа шабалар, міне шулай деп. Ир кіші біраз енді қысылды, ішті де аны ауыррақ, үйге қайтса да түрлі хәл бола анда. Шуна көре енді ол ерлер аптырап, нешеге білмеші ішіп, ішсе алар міне
ничек құдіретләніп китә. Әлі мен вақытында әлі журналист болған шақта, депутатлыққа шыққанда, шунда бір ханым ері белән айырышып бергән ие. Ул өзі еріне қарағанда, Халәжевтіне қарағанда үлкенірек гәүдәсе. Тігісі исіріп алса, қайтып бұл хатын анардан қорқа екен. Шуңаға күрә ул исірік шағында ерін қорқа. Ерлер аны истәті тайынды. Ул жинала, тұрмышта түрлі нәрсе була. Үйіне қайта, мәселен, мен сезгә матурлыкны күрсәтим. Трамвай безнең, мәселен. Күренәме, юкмы монда мин бер нәрсә мин каплап тора бер нәрсә. Менә шуны әйтәсе килә. Мин сөйләгән идем, ул теге шул чукчылар кебек безнең халык азып, ишеп, бозылып. Инде дистәләр ел буенча, гасырлар буенча безнең дин әһелләре тәрбияләгән халкыбыз Сталин чорында ничә дистәләр дәврендә юкка чыга башлады. Халык башын ишүгә сала башлады. Шуннан соң инде Хрущев булсын Брежнев чорында әйткән инде безнең авылның читендә татар ягында килеп кибеттә шул кабул итәләр бер кладовкада шиша алар җомга шимбә көннәрендә кайсы вакытта мотоцикл юлкасы тулы анда капчыклар шиша белән алып киләләр. Безнең хатта мин район үзәгендә газетта йөргәндә типографиядә ханымнар әйтте безнең Покровка исемле авыл Покровка пьяница дип районда да йөрткәннәр. Чөнки безгә игътибар булмады хөкүмәттән. Нинди кызык булды. Җәй буена ел дәврендә җәй көне тик Сабантуйга гына лимонад алып килделәр. Бүтән вакытта әллә җитмәде ул безгә, мәсәлән. Хатта лимонад та булмады. Ана аракыга өйрәнегез, кызыл шәрабка өйрәнегез дип әллә шундый сәясәт булды хөкүмәтне, белим, әллә җитеп тормады ул районга. Шуннан соң кыш көнне тик ел дәврендә кыш көнне бер көнне иң салкын көннәрдә мороженое китерәләр. Башка бер нәрсә дә булмыйдыр. Кинода хатта юнле булмадыр. Телевизорны, мәсәлән, юнле кинолар юк. Клубта иске ак, кара шундый кинолар. Аларда патриотик кызык комедиялар да юк. Менә кешегә нәрсә белән күңел ачырга, менә нәрсә белән. Шуңа күрә хатта минем теге карап торам. Кешеләр яшь үсмер чагында да әле бераз аракка башын салалар. Чөнки авылда ни кызыгы барган. Мин аны хатта аны игътибар иткән бер вакытта кибеткә кирсәм, анда бер татар егете, без инде яшь үсмерләрме, сабыйлар, анда мин прилавок янында торам, карасам, мин инде прилавоктан башым аз гына чыгып торамы. Мин күреп торам, минем алдымда прилавокта тройной дигән одеколон тора. Безнең авыл егете кибетче аны читкә караган чакта алды да кесәсенә салды, алып китте ишергә. Менә шул менә җәмәгать. Ул вакытта авылда шул валюта, аракы, печән алып килсә, саламка алып килсә, гел исереп нитәләр. Төрле эшләр эшләсәләр, огородны сөрсә, акча алмыйлар, авылда ничектер ялалар, акча алырга, инде ничек инде авылдашлар аракы алырга. Бер кайчанда ялмыйлар. Тыңлап тора, халык, мен әйтәм бит, интернетка кирип тыңламыйлар, монда бик инде кызыксыналар. Шундый прямо, менә шундый битарафсызлык инде булса инде интернетта ул теге видеоларга. Менә монда урамда алар кызыксына. Нәрсә сөйли икән бу дип. Хатта тагын нәрсә әйтәсе килә. Менә килде безнең Үзәк Азиядан мусулман кардәшләр. Алар бит кайчакта үзара менә безне карап, теге урысча әйтмеште, обсуждать дип, татар бузылган икән, нәрсә дип. Без инде нәрсә күрсәтәбез? Алар бит Үзәк Азияда, мәсәлән, безнең татар халкы алар бит бузылып ятмый. Чөнки шунда төп халык аларны хөрмәт итми. Бу татар халыкның алар йөзенә кызыл китергә яратмайдыр. Алар итмидер. Менә мондагы татарлар. Мин үз җиремдә дип, монда инде алар инде теләсә нәрсә ишергә дә була дип уйлый шулай. Мәсәлән, сүгенергә дә була, тегеләй дә, булай да. Алар шуннан теге хатта кайсылары
шул жаққа қайтып, орттан жайлап қансанап келе екен. Орттан мен іш білен келгенім, бұл мен айтам, егер шул іш бойшамы, мен біршін ішқа орнаштыра келгенім мұнда. Келгенде, Түркменистаннан іш йоқты, шуңа көре мен мұнда таджиклардың кафесінде жетекшісілер сөйлешім дегенім. Бір уақытта ішқа алайлы кішіге юлына ақшасы жоқ деп. Ярдам етелік дегенім. Міне шул жамағат. Бір фикір туса, шул янында кішілер келіп тыңлап тұралар міне. Якындағына сіз көрмейсіз, мен ара бұрылып көрсетелмеймін енді. Міне халқыбыз қазірде әлі телевизордан қойдан сейчас я записываю. Міне түркмен халқы. Один момент, ага, сейчас. Сейчас закончу. Біздің халық мәселен милли идея керек. Өзіміздің нешіктір арабызда шул ішімлікні нешіктір тыйырға. Мен айтмаймын да 100%. Аны шул йыланны бітіріп болмайынды, зиянны. Шунда да қолдан келгенше, міне менімше, бізге тырышыра керек. Шуны біраз киімітсір, нешік, киімітірге керек, нешікте болса. Міне сіздің фикірлеріңіз болса, біз аны қабыл етеміз. Бәлки шушы теманы давам етіріміз. Қазірге исән сау тұрыңыз. Оңышылар сізге сақланыңыз. Шул тіге нәрсе яшыл йылан деп айтылар. Зелен змей ме? Шуны. Исән сау тұрыңыз.